Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын кекс дайындайтын боламыз. Ол өте жұмсақ әрі тойымды болып шығады. Ал ендеше кеттік. Бізге қажетті заттар: 3 жұмыртқа, қант, айран, қопсытқыш, яғни разрыхлитель, сары май, өсімдік майы және де ұн. Ең алдымен 3 жұмыртқаны жарып ыдысымызға саламыз. Оның үстінен 1 стакан қантты қосып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз, аппақ болып көпіргенше. Кейіннен айран, сары май. Мен сары майды ысытып алдым, бірақ қатты ыстық күйінде қоспаймыз. Кішкене жылытып қосамыз. Содан кейін өсімдік майын қосып, миксермен барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Бөлек ыдыста ұнның үстіне қопсытқышты салатын боламыз және соның ішінде араластырып аламыз. Ұнды еліктен өткізуді ұмытпаймыз. Кейін ұнды кішкенеден қосып отырып, миксермен араластырып, біздің қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымыз тым сұйық немесе тым қою болып кетпеуі қажет, орташа, сонда өте дәмді кекстер шығатын болады. Енді кекстерімізді өз формасына саламыз. Мен осындай кондитерлік қапшыққа салып құятын боламын. Ол маған өте ыңғайлы. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы түрде жасасаңыздар болады. Барлығын осылай салып болғаннан кейін 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне, осындай керемет кекстер шығатын болады. Олар өте дәмді. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.